Мұқағали Мақатаев, сәби ана. Айналғанда аядай қала шықты, алдымыздан кішкентай ана шықты. Қырда отырған ауылға апаратын жалғыз аяқ соқпақтан адасыпты. Бір қолында батпандай қуыршағы, бір қолында ойыншық құлыншағы. Екі жамсыз мүсінді мәпелейді, біресе ұрсады. Қарадықта селт етпей жанарымыз, алжығанға санадық ананы біз. Боран олып бетінен боздақ ұшқан, сұлап жатыр далада жаралы күз. Бәйек болмай отырған жан қалмады, сонда да ана назарын аудармады. Сәбидейін өзімен өзі болып, қуыршақ пен құлыншақ алданғаны. Сөзге тартпақ болып ек, естімеді. Адам қалай оп-оңай ескіреді. Адамның ғұмырынан қысқа не бар, күн елгесе болғаны кешкіреді. Жастар-ай, жамандық жоқ көңіліңізде. Мұна отырған ана кім, көрдіңіз бе? Бір күрсініп алды да отырған қарт, ана өмірін баяндап берді бізге. Ана халін қарттан біз ұғындық кейін. 23 жыл сарғайған құр үмітпен, 23 жыл сарғайған құр үмітпен. Сәби ана сапардан ұлын күткен. Сұрапылдан сәбие оралмапты, қуыршақ пен құлыншақ содан қапты. Қара жылды қаптай кеп тозаң жапты. Қаралы күз қайтадан борандатты. Ымырт ауыр салмақпен далақ енді, қап-қара жамылғысын ала келді. Ауылына жетті де сәби ана ойыншығын құшақтап қала